Қызылордада техникалық байқаудан өтпеген вагондардың жолаушылар тасымалдап жүргені белгілі болды. Адал жол жобалық тобы мүшелерінің темір жол вокзалы мен пойыздарға жүргізген рейді барысында төсек жабдықтарының ескі және гигиеналық заттардың жетіспейтіндігі анықталды. Толығырақ аймақтағы тілшіміз тарқатады. Ақмешіт адалдық алаңы кеңсесінің мүшелері көлік бақылау инспекциясы және жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге нөмірі 41 Алматы-Атырау жолаушылар пойызының 16 вагонында төсек орын жабдықтарының 2 жылдан бері жаңартылмағанын анықтады. Ал талап бойынша 6 ай сайын ауыстырылуы қажет. Оларда пешат болу керек. Қашан берілген туралы ешқандай пешат жоқ. 5 сентябрь 2018 дейді. Оларда уже 7 ай екен. Шын ішінде ешқандай пешат басыма дат жолдым жоқ. Шылың бәрі осындай. Сондай-ақ пойызда гигиеналық тазалық заттары жоқ, ауызсу қондырғылары орнатылмаған. Ең сорақысы бір вагон техникалық тексеруден өткізілмеген. Заводской нөмірі 12002 деген вагон. Жаңа айтамыз ғой, техникалық қызмет үшінші деген тотри деп айтамыз. Соның өткен туралы еш жерде белгіленбеген. Вагонның В8 деген кітабы бар, В8 деген. Сонда жазылмаған. Енді ол көрсетілмеген, қашан өтті, бірақ жолға рейске шығарған. Ол пассажир тасымалдап жүр жолаушыларды. Сондай қателіктер бар. Дәл осындай кемшіліктер нөмірі 56-шы Қызылорда-Көкшетау бағытындағы пойызында да анықталды. Жалпы адал жол жобалық тобы құрылғалы 37 билетсіз азамат әшкереленіп, 13 жолсерік әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ вокзалда жолаушылардан заңсыз ақша алып, билетсіз мінгізіп жіберетін 6 адам ұсталды. Ақмешіт адалдық алаңының жобасы аясында темір жол бағытындағы бүкіл компаниялардың бәрін жинап, біз кездесулер өткіздік, 3 кездесу өткіздік. Сол жерде осылар мәселелерді талқылап, тиісті ұсыныстар бердік. Билет болмау қалу мәселесінде бізді қазір агенттікпен қолға алынып жатыр. Сол бағытта біз үнемі мониторинг жүргізіп, тиісті ұсыныстар беріп отырмыз. Санитарлық техникалық талаптарды орындамай билетсіз жолаушы мінгізген жолсеріктерге 1 миллион теңге айыппұл салынып, егер қайталанған жағдайда қызметінен босатылады. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда, Хабар 24.